Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қоры жеткілікті. Осы санатқа жататын 17 түрлі өнімнің құнын қымбаттатпай ұстап тұру үшін жергілікті бюджеттен жеңілдетілген несие ретінде 5 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басқарма төрағасы Асқар Білісбеков хабарлады. Толығырақ тілшіміз Ұлан Нарымбек баяндайды. Сәуір айының басында Алматыда қарақұмық таусылып дүкеннен табылмай қалған еді. Дереу тұрақтандыру қорынан 348 тонна жарма ірі сауда орындарына жеткізіліп, тапшылық жойылды. Қорда бұдан өзге 700 мың литр сұйық май мен қанттың да қомақты мөлшері бар дейді қала басшылығы. Второй механизм, как я уже говорил, это продавать. Бағаны тұрақтандырудың екінші жолы ірі сауда орындарында стратегиялық маңызы зор өнімдердің қорын жинау. Сенімді деген сауда желілері мен тауар өндірушілерге жеңілдетілген несие беріледі. Осылайша қажетті қор қалыптасады. Содан кейін олар өнімді бекітілген бағамен сатады. Әкімдік әлеуметтік маңызға ие азық-түліктің шекті бағасын бекіткен болатын. Одан қымбатқа сатқандар жауапкершілікке тартылады. Бұл талаптың орындалуын қадағалау аудан әкімдіктерінде құрылған комиссиямен жедел топқа жүктелді. Арнайы мониторингтік топ жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің жанынан да құрылды. Қоғамдық жұмыс болған снайторы біз 20 шақты адам бармыз, біз жан жақтан. Арамызда сабақ беретіндер де бар, дәрігерлер де бар. Ол үшін бізге ешкім жалақы төлемейді. Кішігірім дүкендерді де аралап, қарап тұрамыз біз. Оларда енді кейбір кезде көбірек қосатын бар. Елімізде коронавирус алғаш рет тіркелген күні Алматыдағы ірі супермаркеттердегі сауда көлемі 2,5 есеге артқан еді. Ал қазір ешқандай қарбалас байқалмайды. Адамдар бар, азырақ. Енді бір аптасына, бір апта 10 күнде бір келеміз, продукт алып кетеміз. Май мен жармаларды бұған дейін алып қойғанмын. Бүгін көкөніс алуға келдім. Соңғы 30 күнде 2 рет қана далаға шығыппын. Әкімдік ірі тауар өндірушілермен және үлкен сауда желілерімен қаланы үздіксіз қамтамасыз ету туралы келісімді бекітті. Соған сәйкес жалпы көлемі 22,5 мың тонна әлеуметтік маңызды деген азық-түліктің 17 түрі қолжетімді бағамен сатылатын болады. Ұлан Нарынбек, Айдар Әбдешев, Хабар 24, Алматыдан.